Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз кеше каналымда шыққан «Жабайы алма» атты әңгіменің жалғасы. Соңына дейін тыңдап, пікір қалдыра отырыңыздар. Сол жылы көктемде мен Назира әпкемді аңдитын әдет шығардым. Оным жақсы ма, жаман ба, дұрыс па әлде бұрыс па, ол жағын білмеймін. Әйтеуір, ол ауыл, үй арасы қайда барса да мен жансызданып, сыртынан бақылап жүрем. Ауыл шетіндегі бұлаққа суға барғанында да көрінбей соңынан ілесіп, бұта бөргөздердің тасасында тұрам. Екі кештің арасында көршілерден сүт, яки ыдыс-аяқ сұрай кіргенінде бұрыштағы тасадан және аңдаймын. Ол болса, менің бұл қылығымды әжем мен апамнан көретін, мені өзінің соңына солар салып қойды деп ойлайтын. Ал шындығында әжем де, апам да маған ештеңе айтқан емес, аңдитұғын менің өзім. Себебі, соңғы кездерде мына ойдағы қауын салатын Шымырбай шалдың баласы Тоқтар біздің үйді төңіректеп шықпайтын боп алды. Назира әпкемнің соңынан қалмайды. Екеуі жанаса кетсе-ақ, ыржақ-ыржақ күлісіп, жәпектеп кеп сөйлеседі. Не сөйлесетіндерін кім білсін? Әйтеуір, бірінің бірі аузына кіріп кете жаздайды. Тоқтар ұзын бойлы, ақ сары өңді, сұлу жігіт. Үлкендер оны әлі бала дейді, бірақ біздерге ол үлкен жігіт сияқты көрінеді. Биыл өзіне мұрт өсе бастаған. Оның мұртын байқамаста едім. Бірде біздің үйдің алдынан өтіп бара жатып, есік алдында күн шуақта жүн үйіріп отырған әжеме «Амансыз ба, әже? Деніңіз сау, күйлі қуаттысыз ба?» деп амандасқан болатын. Ал өзіне бүйтіп сәлемдескен адамға әжемнің жаны қалмайтын әдеті. Бұл қай бала?» деген. «Мен Тоқтармын ғой, әже». «Шымырбайдың Тоқтарысың ба?» «Иә». «Ой, айналайын, өркенің өссін, қарағым», деп әжем әбден разы боп қалған. Ал Тоқтар ағадан хат кеп тұрма дегенде әжем оған мүлде құлап түскен еді. «Кеп тұрады, қарағым, кеп тұрады». «Әй, Нәзира», деген онан соң дауыстап, «Айран алып шықшы мына Тоқтарға». Тоқтар алғыс айтып кете бермек болып еді, бірақ әжем жібермеді. «Қарағым, есік алдынан құр ауыз өткенің болмайды, дәм татып кет», деді. Назира әпкем іштен бір тостаған айран алып шығып ұсынды. Бұл күні ол үйдің ішін тазалап, кір-қоңды жумақ боп, жұмысқа бармай, сұранып үйде қалған. Тоқтар айранды асықпай ұрттай отырып, әжеммен біраз әңгімелескен. Мен болсам Тоқтардан да, Назира әпкемнен де көз жазбай, бұлар қайтер екен деп, екеуіне алма кезеп қарап байқастап тұрдым. Қуларын-ай десең, әжемнің көзінше екеуі түк білмегенсіп сызыла қалыпты. Бір-біріне тек көздерінің астымен ғана қарап қояды. «Қарағым, өзің әйтеуір әскерге шақырылғаннан амансың ба?» деп сұраған әжем. «Қыста бір рет шақырған, жасым әлі толыңқырамапты. Енді осы жазда шақыратын шығар». Аллай, тал шыбықтай бұралып енді жеткендеріңде сендерге де ауыз салды ма? Қу соғыс, қараң өшкір пәшис. «Әй, Нәзира, тағы құйып әкеп бер айран». «Рахмет әже, тойдым». Есік көзінде тұрған Назира әпкеме Тоқтар босаған тостағанды қайтарып беріп жатып, «Рахмет», деп сыбырлап, Назира әпкем көздері күлімсіреп басын изеді. «Ой, қуларын-ай», деймін-ау. Сол жолы Тоқтар кеткеннен кейін де ойында басқа дәнеңе жоқ әжем баяғы қу соғысты, қараң өшкір пәшисті қарғап-сілеп ұзақ отырды. Бір ауық әскердегі баласын, біздің көкемізді есіне алып жылап алды. Кешкісін апам жұмыстан қайтып, шайға отырғанымызда әжем сөз арасы, «Апырай, әлгі Шымырбайдың баласы мұрты өсіп, зүңгіттей азамат бопты», деген тамсанып, «Оны қайдан көріп жүрсіз?» деп сұраған апам. Бағана есік алдында жүнер үйіріп отырғанымда кеп өзі амандасты. Тіпті бір инабатты боп өсіпті. «Ағадан хат кеп тұра ма?» дейді. «Ол мұнда неғып жүр?» деп апам Назира әпкеме көзін аларта қараған. Назира әпкем жерге кірердей боп қысылды. «Білмеймін, әжем екеуі сөйлескен», деді. Есік алдынан өтіп бара жатып амандасқаны ғой», деді әжем. Апамның сөзіне мән бермей, «Шіркін-ай, тал шыбықтай бұралып өскенін қайтейін, биыл жазға әскерге шақыртпақ еді» дейді. «Оған қайдағы әскер?»
деген апам немқұрайлы сөйлеп, әлі 2 жылы жетпейді. Біздің мынадан, деп апам Назира әпкемді нұсқап қойды. 3 айдай ғана үлкендігі бар. Тоқтар жазға салым туды да, мынау күзде туды емес пе? Онысын қайдан білейін? Маған өзі қыста бір шақыртып, жасым толмай қалғам. Енді осы жазға шақыртады деді. Сөйдеді емес пе, Назира? Деп әжем әпкеме қарады. Иә, деді Назира әпкем. Ол анау жылы комсомолға өтемін деп 2 жылды қостыртып жаздырған болатын. Деп апам аңырып қалды. Қап, әттеген-ай. Әй, бірақ өзі де сүйекті бала екен, деді әжем. Тіпті алпамсадай ғой. Міне, сонан бері мен кездескен жерде Тоқтардың мұртына қараймын. Әрине, жақыннан абайлап, үңіліп қарасаң, мұрты онша мұрт сияқты боп көрінбейді екен. Жаңада ғана тебіндеген, ұсақ сирек-сирек, ал алыстау тұрып қарасаң, 2 ұртының үстінен әдемі боп қиылып, ақ сары өңіне ерекше жарасып тұрады. Жұрттың бәрі өзін жақсы көреді. Мен ғана онша ұнатпаймын. Өйткені ертеңді кеш Назира әпкемді жағалай беру ұнамайды. Әнеу бір күні Назира әпкем бұлаққа суға барған кезде мен де соңынан көрінбей ілесіп барып, анадай жердегі қалың бөргөздің тасасында тұрғам. Бір мезетте атын суғармақ боп Тоқтар жетіп келді. Бірақ атын түкте суғарған жоқ. Ал кеп Назира әпкем екеуі сөйлессін, сықылықтасып кеп күлеме, бір-бірінен асып түскілері келгендей, ауыздары ауыздарына тимей, әй жарысып сөйлейді. Қол аяғыма бір бөргөздің тікендері инеше қадалғандарына қарамастан, осылар не сөйлеседі екен осы? Деп сөздеріне құлағымды түріп, жақындау келгем. Сөздерінің пәлендей қызық, соншама мәз боп күлетіндей ештеңесі де жоқ екен. Баяғы мектепте оқыған күндерін, кімнің сабақ үстінде қалай отырғанын, анау үйтуші еді, мынау бүйтуші еді деп, соны сөз қып тұр екен екеуі. Тіпті бұлақтың басында тұрғандарында, ертең ауыл арасы өсе кетер сырт көз барында мүлде ұмытқан өздері. Шыдай алмай кеттім. Жұдырықтай тасты алдым да, екеуінің дәл ортасын лақтырып жібергем. Екеуі де селк етіп, сасып қалды. Тасты қай жақтан, кім лақтырғанын біле алмай аң-таң. Мен тағы тас лақтырдым. Осы кезде ғана Назира әпкем өзі мені көре алмаса да, мен жасырынып тұрған қалың бөргөз жаққа қарап, «Әй, Қанат, көкшешек қой енді, әйтпесе желкеңді қиям», деді. Тоқтар бірдеңе деп күңкілдеп сөйледі де, тез атына мініп, түк білмегендей желдеттіре жүріп кетті. Назира әпкем ине ағашпен суын көтеріп, мен жаққа қарай тағы бұрылды да, «Шық бері жүр», деді. Мен бөргөз арасынан шыққам жоқ, сол жасырынған күйімде қала бердім. «Сеніме бәлем, тұра тұр», деді әпкем. Бірақ Назира әпкемнен қорқып жүрген мен жоқ. Шындасам, оның жігітпен сөйлескенін әжем мен апама айтып, жанын шығартам ғой. Сондықтан күштің өзім жақта екенін жақсы білетінмін. Кеше доп қуудың қызығымен кештің қалай түскенін білмей, ымырт үйірле ойыннан қайтып келе жатқам. Дәл өзіміздің сиыр қораның іргесіне жете бергенімде, бұрышта сөйлесіп тұрған екеудің үстінен түскенім. Тағы да со Тоқтар мен Назира әпкем. Тоқтар Назира әпкені білегінен ұстап ап, жібермей тұрған сияқты. «Қойшы, Тоқтар, сүйіскен деген не ол? Ұят емес пе? Айтып тұрмын ғой енді, өмір бойы сендікпін деп, сенсеңші сөзіме». Тоқтар бірдеңе деп сыбырлай күңкілдеді. «Қойшы, жіберші, үйден біреу шығып қалса құртады мені». Қараңғыда еңкейіп жүріп, қолыма іліккен кесекті ала салдым да лақтырдым. Тоқтар Назира әпкемді жібере салды да, әрі қарай қаша жөнелді. Ал Назира әпкем үйге қарай зытты. Жолында тұрған мені қағып кете жаздады. «Көкшешек, аңдығаныңды қашан қоясың осы? Желкеңді қияйын ба? Қиып көр», дедім мен. «Қиямын», деп кеп, ол желкемнен ұстай алды. Қолы мұндай қатты, қарулы болар ма? Мытып жіберді. Мен еркексініп айбат білдіріп, бұлқынып көріп едім. Босатар емес. Онан сайын сығымдай түседі. «Қоясың ба аңдығаныңды?» «Қоймаймын». «Мә ендеше қоймасаң, мә». Желкемнен сығымдап, қысқан күйінде май құйрығымнан бір-екі рет тартып жіберді. Ұрғаны қаудырлаған тері шалбардан онша өте қойған жоқ. Бірақ желкемнен қысқаны бата бастады. «Әже, апа», деп бақырып жібердім. Назира әпкем жібере салды. «Қоймасаң көрдің ғой, алатын сыбаған осы. Мен қазір әжеме, апам айтам». «Айтып көр». «Айтам»,
деп мен есікке беттедім. Қанат, тоқта. Жә, тиіспеймін. Әншейін әзілдегенім ғой. Шынымен кек тұтып қалдың ба? Бәрібір айтам. Тоқтармен әнеу күнгі бұлақ басында тұрғаныңды да, жаңағы оның сені сүймек болғанында бәрін айтам қазір. Есікке қарай шегіншектеп аттай түскем. Қанат, айналайын. Не істе десең де істейін, құлың болайын, деді жаны шыға жаздаған Назира әпкем жалынып. Рас, сен не істе десең де істейін. Назира әпкемнің өзіме осынша жалынып, жалбарынғанына қыбым қанып, рахаттанып қалдым. Ал жарайды, дедім өзімше күжірейіп. Енді менің құлым боласың. Не бұйырсам да орындайсың. Орындаймын дедім ғой. Осы арада оны құлым қылу үшін не бұйырсам екем деп ойладым да, қапелімде жөнді ештеңе ойлап таба алмадым. Тек бір аяғыңды көтеріп, бір қолыңа кірпіш ұстап тұрасың, дедім. Не дейді? Біздің класста Мұқан ағай тәртіп бұзғанымызда бір аяғымызды көтертіп, бір қолымызға кірпіш ұстатып бұрышқа тұрғызып қояды. Сен де сөйтесің. Мақұл. Үйге кірген соң қабығы салыңқы апам екеумізді де біраз қуырып алды. Сен қайда жүрсің? Осынша түн жарымына дейін тентіреп, деп әуелі мені тергеді. Ойнадық. Ойының осылсын, ойының осылғыр. Үсті бастан сау тамтық жоқ, алым жұлым боп. Шық былай, сүміреймей. Осымен мен құтылдым. Енді апам Назира әпкеме ауысты. Сенің не ауруың бар осы? Жұмсаған жерге жоғалып кететін. Мына тұрған үйден елеуіш әкеле қой дегенме, дәл бір шай қайнайтын уақыт болған шығар. Елеуіштері бос емес, өздері ұн елеп жатыр екен. Күтіп отырып қалдым. Әйтеуір сылтау тапсаңшы, айтпады деме. Бір күні шашыңды талдап жұлам. Назира әпкем зәре құты қашып үндемейді. Неғып тұрсың енді селтиіп? Еле ана ұнды, дейді апам зекіп. Осымен Назира әпкем де құтылады. Біз балалар қарнымыз сыздағанша атала көжеге тойып, әжем мен апам маңдайлары терши отырып, шөлдері қанғанша қаймақ атып, тұз салып ақсу, шәй ішіп болған соң, үй ішінде аса бір көңілді жақсы шақ орнайды. Қабағынан қар жауып тұратын апам да жадырайды. Басы Назира әпкем болып, балалар бір-бірімізді түртпектеп ойынға кірісеміз. Әсіресе мұндайда апам көрші үйлердің біріне шаруасы боп шығып кетсе тіпті рахат. Онда көзіміз ұйқыға кеткенше біраз асыр салып қаламыз. Әжеміз үйде ойнағанымызға әсте ұрыспайды. Бүгінде апам бір шаруасымен бригадирдің үйіне барып келмек боп шығып кеткен. Апам кетісімен-ақ мен дереу Назира әпкеме қыдығуыңдауымды бастадым. Ол үлкендегін істеп, бағынғысы келмей қиқаңдамақ болған. Мен, әже десе, мына Назира әпкем әлгінде кешкісін дей беріп едім. Әпкемнің жаны шығып кете жаздады. Қанатжан, Қанатжан, мен сенің құлымын ғой, деп аяқ жағыма кеп отыра кетті. Ендеше ана бұрышқа барда, бір аяғыңды көтеріп, бір қолыңа кірпіш ұстап тұратын бол, деп бұйырдым. Амалы қанша, Назира әпкем айтқанымды еріксіз орындады. Ауыз үйдегі ошақтың алдында күйе-күйе бос кірпіш жататын. Соны алып кеп, бір қолына көтеріп тұрды. Мен ұйықтағанша сөйтіп тұрасың, дедім де өзім шешініп ұйқыға кірістім. Сөйтіп, Тоқтар мен Назира әпкемнің бұл дүниедегі қас дұшпаны мен едім. Мен дегенде екеуінің де төбе шаштары тік тұратын. Қолдарына түскен жақсы заттары болса, маған сыйлайды. Бір рет кешкісін ойыннан қайтып келе жатқанымда қарсы алдымнан Тоқтар шықты. Қанат, мә, қызыл қарындаш керек пе? Деді. Қуанып кеттім. Керек, дедім. Шынында да бояу қарындаш, кәдімгі Мұқан ағайдың біздің дәптерімізге баға қойып жүрген бояу қарындашы сияқты. Менде неше түрлі бояу қарындаштар көп, деп қойды Тоқтар. Керек десең бәрінде саған әкеп берейін. Әкеп берші. Қанат, Назира әпкеңді шақырып жіберші, аздаған шаруам бар еді. Мақұл, дедім мен. Тек ертең тағы бояу қарындаш әкелетін бол. Мақұл, деді ол да. Мен үйге кірсем, бір жақсы апам жоқ екен. Ұсақ балалар әжемнің бауырына тығылып, ертегі тыңдап жатыр да. Бұл көктемде мен өзімді есейдім деп біліп, бұрынғыдай әжемнің бауырына кіріп жатуды қойғам. Тіпті өйтуге намыстанатынмын. Ал Назира әпкем жемпір тоқып отыр. Мен оған бояулы қарындашты көрсетіп, қулана күлдім. Жүр далаға, дедім. Немене, сыртымна мені бір қарындашқа сатып келгеннен саусың ба? Деді ол да күле сыбырлап. Ол маған ертең тағы да әкеп беретін болды, дедім. Ақымақ,
деп Назира әпкем мені шекемнен ақырын нұқып қойды. Өзі дереу киіне бастады. Әй, қайда барасыңдар? Деген әжем. Мен сақамды жоғалтып алдым есік алдында. Соны іздейміз, дедім мен табанда өтірікті қиыстырып. Сыртқа шыққан соң мен екеуіне де өктем сөйлеп, өзімнің басымдығымды білдірдім. Тек сүйісуші болмаңдар және көп тұрмаңдар, мен өзім бақылап тұрам, дедім. Және солай істедім де, 4-5 қадамдай жерде екеуінен көз айырмай қарадым да тұрдым. «Я, не айтасың?» деді Назира әпкем. «Жәй, әншейін сені көргім кеп кетті». Мұнан әрі екеуі де үндеген жоқ. Бір-біріне қарама-қарсы қарады да тұрды. Әлден соң Тоқтар әпкемнің қолынан ұстаған. «Әй, онша жақындаспаңдар», деді мен қатал ескертіп. Екеуі менің ескертпеме күліп қана қойды. Ауыл арасы тым-тырыс, терезелерден елеусірей жанған май шамдар жылтырайды. Бақа шырылдады. Бір сәт Бүбітайдың зарлаған дауысы естілді. «Қара көзім, жете алмадым, жер шалғай, жалғыз өзім». Менің өне бойым қалтырап, зәрем ұшып кетті. Қап-қараңғы мынау түн, жынды әйел салған зарлы ән, үн түнсіз тұрған Тоқтар мен Назира әпкем. Екеуі тас боп қатып қалған сияқты. «Әй, неге үндемейсіңдер?» дедім. «Қанат, қорқып тұрсың ба? Кел біздің қасымызға», деді Назира әпкем. Мен екеуінің қасына барып тұрдым. Кенет Назира әпкем мені бас салды да қатты қысып тұрып бетімнен сүйіп алды. Көп ұзамай етектен тауға қарай көшкен мал ауылға кеп жағалай қонып, төл аяғы жетілгенше көктеуде отырған. Мәре-сәре шуға толы қызықты кез туды. Ала қыстай, сыз қорада үстері сауыс-сауыс болған қора-қора қойлар мол, тегін көкке жетіп, өлі жабағыларын сілкіп, бауырларын жазып, емін-еркін тойына бастады. Ауыл аймақ тегіс жапа тармағай қой сауып, аузымыз аққа бір жарған еді. Сүт пен айранды күндіз түн ішем десең еркің. Әр үйдің қазанында бұрқылдап ірімшік құрт қайнап, аш құрсақ қарын бір майланған. Біз балалар ертеңді кеш қозы қайырсып, шешелерімізге саулатын қойларды қосақтасқаннан кейін-ақ зытып отырып, ауылдың сыртындағы тас қораға тартамыз. Мұнда колхоздың құмнан көшіп келе жатқан жылқысы қамалады. Ауылдың еркек кіндік атаулысы сонда жиналып, тай құнандарды күзейді. Жылқыға колхоздың таңбасын күйдіріп басады. Әскерге жіберілетін аттарды іріктейді. Асаулар үйретіледі. Осқырына жер тарпыған айғырлардың төбелесі, ойнақ салып жарыса шапқан тай құлындар, бұғалық салған кездегі аспанға шапшыған асаулар, жатсақ тұрсақ таусалмайтын әңгімеміз. Және де бәріміздің аузымыздың суы құрып, сөз ететініміз Тоқтар. Кәдімгі маған күнде бояу қарындаш беріп, Назира әпкеңді шақыршы, деп жалынып жүретін Тоқтар. Бұл күндері өзі қолы тимейтін болуы керек. Біздің үйді жиі торуылдауын қойған. 3 күн, 4 күнде бір. «Қанат, өзің білесің ғой, бүгін уәделі жерде жолығайық», дейді қулана жымиып. Сол күні мен ымырт үйірле әр түрлі сылтау айтып, Назира әпкемді ертіп шығамын да, өзім көз жазбай бақылап қарап тұрып, екеуін бір шай қайнатымдай ғана сөйлестірем. Онан соң Назира әпкемді алдыма салып, үйге алып кірем. Екеуі менің осы қызметіме де өлердей риза. Өйткені мен болмасам, өйтіп те кездесе алмас еді ғой. Апамның қатал мінезі белгілі. Назираның жалғыз өзін мүлде тырп еткізбес еді. Менімен бірге шығатын болған соң күдіктенбейтін болуы керек. Апам онша қадағалап, тексеріп жатпайды. Көп жүрмей, тез қайтыңдар, дейді де қояды. Сол Тоқтар әскерге жарайды деп, іріктелген аттардан күнде бір асау үйретеді. Небір жүген құрық тимеген құр асауларға тақымы тиді-ақ болды. Жалына мысықша жабысады да, тастай қатып айырылмайды. Мейлі аспанға шапшысын, мейлі мөңкісін, бірақ одан жығылар Тоқтар жоқ. Қайта біраз тулатып алғаннан кейін қос өкпеге тепкілеп, әрлі-бері ойқастата көсілтіп шабады. Қамшыны да басада аямай. Сөйтіп, біраз шапқаннан кейін ала өкпе болған асаудың үсті-басы ақ көбік тер болып, сайтаны бастыға бастайды. Ал кешкісін құр осқырынғаны болмаса, таңертеңгідей аспанға шапшуға да, мөңкуге де шамасы келмей, тыйтықтап кеп, кермеде ауыздықты күтір-күтір шайнап, таң асуға қаңтарылады.
ертеңіне кез келген адам ерттеп мініп жүре беруіне болады. Күн сайынғы тоқтардың асауды үйретуі біз үшін дүниеде теңдесі жоқ қызық көрініс. Тоқтарды да, сол үйреткен асауларды да менсінбейтін бірақ адам бар. Ол колхоздың бригадирі Байдалы шал. Тәйірі, осы күнгінің жылқысы жылқы ма? Деп Насыбайды аузына тастап жіберіп, астыңғы ернін тырсита малжаңдап тұрып алады. Сиырдың бас жібін ілмектеп мойнына тастай салсаң тұра қалады. Ертеп мініп алда шаба жөнел. Құйрығын шыжбыңдатып, бір-екі шоқалақтайды да соныменен тынады. Шіркін-ай, бір асауға мінгендей боп, тақымыңды қыса алмайсың ғой. Мына тоқтарлардікі әншейін асау үйретті деген аты ғана да. Баяғыда асауға 4 қабат арқаннан ескен бұғалықты тастап жіберіп, әлекедей жалаңдаған 5-6 жігіт өкшемізді қадап, шірене тартып тұра қалатынбыз. Сонда әлгі асау аспанға тік шапшып сүйрете жөнелгенде етіктеріміздің ұлтаны қақырап кетушеді. Жануарларды ұстағаныңда жылқын емес, тап бір жолбарысты ұстағандай болатынсың. Әне, асау деп соларды айтсаңшы. Байдалы шалдың әңгімелерін тыңдасаң, бұрын тумай, қазіргі заманда туғаныңа өкінесің. Бүгінгінің адамдары қораш, малдары азғын, ең аяғы иті екеш итіне дейін бұралқы. Ал біздерді, балаларды ол мүлде іске алғысыз деп біледі. Мұрындарын сүрте алмай жүрген осыларды қойшы. Баяғыда бұлардың жасында өзіміз отау тігіп, үй болып едік. Ал бұ түйгелер ертеңнен қара кешке дейін салпақтап киім тоздырып, ойнағаннан басқаны білмейді. Ата, сіз неше жасыңызда үйлендіңіз? Деп сұраймыз. Мен бе? Ол аузындағы насыбайын алып тастап, түкірініп қойып, неше жасымда үйленгенін іштей есептеп, сәл ойланып қалады. Маған әкем 6 жасымда қыз айттырыпты. Содан 10 толып, 11-ге шығарымда ұрын барып, келер күзінде үйлендім ғой. Осы кемпіріңізге ме? Жоға, тәйірі, бұл кемпіріме кейін бертінде Совет заманында теңдік алған кезде үйлендім. Ал әлгі айттырып алған әйеліңіз қайда сонда? Деп біздерде қоймаймыз. Бәтшағарлардың тақымдауын сонша, деп Байдалы шал, шегір көздері жасаурай күлімсіреп, бәрімізді сықпырта бір боқтап алады. Қара бұларды қатын десе тақылықтай қалғандарын, оқуға осындай боп тақылдасашы. Боқ мұрын немелер, қане, аулақ жүріңдер, жылқыны үркітесіңдер. Мұнан әрі ол сөйлескісі келмейді. Қолындағы қамшысын үйіріп, жасқап біздерді таз қораның аузынан кейін қарай едәуір қуып тастайды. Оның қуғанынан кетіп жатқан біз жоқ. Біраздан кейін қайта қаумалап аламыз. Ата, әлгі бұрынғы айттырып алған әйеліңіз қайда? Айтыңызшы, деп тағы қиыламыз жан-жақтан. Әрине, біздерге шалдың бұрынғы үйленген әйелінің қайда екені 5 тиынға да керексіз. Тек оны тағы да сөйлетуге, әңгіме айтқызуға құштармыз. Немене, қайда екенін айтсам, барып ала қояйын деп бедіңдер? Кәстәләктәрей мұрындарыңды, деп тағы бір сыбап алады. Қайда болсын, оны жер жұтты дейсіңдер ме? Мына Ақтасты колхозында тұрады. Бәтшағар, Тәнеке дегеннің баласымен ашына боп сөз байласып жүреді екен. Совет үкіметі орнаған соң бір түнде сонымен қашыпты да кетіпті. Ал сіз қайттыңыз? Қайтушем, ата-бабамда қатыннан зарғып өлген ешкім жоқ. Кетсе кетсін дедім. Сөйттім де, бір түнде мен де мына қазіргі әжелеріңе үйленіп алдым. Қалай үйлендіңіз сонда, ата? Не дейді? Қалай үйленгені қалай? Жә, басымды қатырмай аулақ жүріңдер. Қане кейін тұрыңдар. Жылқыны үркітесіңдер. Әй, тоқтар, бүгін анау жиренқасқа бесін үйретші. Өзін әскерге айдап әкеткенше біраз күн мен мініп қалайын. Жануардың әкесімен әнеу бір жылы көкпарға шапқаным бар еді. Бұл кәдімгі атақты жирен айғырдың баласы мей Байдалы, деді шалдардың бірі. Я, шіркін, айғырмақ еді-ау. Сонау Ұзынбұлақта болатын үлкен той есіңде ме? Жұрт көкпарды колхоз боп, жақ-жаққа бөлініп тартысып еді ғой. Әуелде біресе қапшағайлар, біресе қоңырлар алып, біресе ешқайсысы ұзаққа әкете алмаған. Көкпарға бергендері бір нән серке екен. Тіпті ешкім өңгеріп жүре алмай, қайта-қайта түсіріп алады. Мен болсам, жұрт біраз қызықтай түссін деп, жирен айғырды тың сақтап, шеттеу жүргем. Бір кезде шыдай алмай кетті-ау деймін. Өзіміздің Байарыстан, ой өңшең тыраштар көкпарды өстіп тартам екен, деп атын тебініп қап,
тартыстың ең ортасына кіріп кетті де серкені қос қолдап төбесіне көтеріп суырып алып шықты. Пах, шіркін, азаматым, палуан еді ғой, серке сөз бе екен, Байарыстан дегендер құдыққа түсіп кеткен атан түйені жұлып алушы еді ғой, деп басқа шалдар да бір-бір үн қатысып қалды. Иә, сонымен, деп Байдалы шал әңгімесін жалғастырды. Әлгі Байарыстан жұрт алдына өңгере алмай жүрген нән серкені лақ көтергендей төбесіне көтеріп алып шықты да: «Мә, Байеке, әкет, тарт ауылға», деді. Серкені алдыма өңгердім де жирен айғырдың басын қоя бердім. Жануар зорға шыдап тұр екен, тақымды қысуымақ мұң екен, құстай ұша жөнелді. Ауыл қайдасың деп аңырадау дейсің. Мен болсам серкені түсіріп алмайын деп үстінен қос қолдап басып, ердің алдыңғы қасына етпеттеп жатып алдым. Осы төңіректегі 6 колхоздың небір бота тірсек саңлақтарына шалдырмай ауылдан кеп бірақ шықтым ғой. Ой, жирен айғырлар, мал емес, құс еді ғой, жануар, деп шалдардың бірі қостап қойды. Менің де бір көкпарға түскенім бар жирен айғырмен. Жануар көкпардың жайын адамнан артық түсінетін. Иә, алдыңғы жылы өзін әскерге әкеткенде әлгі Боянкомның бір адамы нағыз қолбасшы мінетін айғыр екен, деді ғой. Сөйдеді ме тіпті? Міне, Жақып тірі ғой, осының көзінше айтқан. Онысы рас, деді сөзге сараң Жақып шалда. Бұл кезде Тоқтар әлгі жирен қасқа бестіге бұғалық салған. Құдай сақтасын, асау деп осын айт. Аспанға шапшыды дейсің кеп, шапшыды дейсің. Арқаннан шірене тартқан 4-5 адамды қаңбақ құрлы көрген жоқ. Тулап, ақыры жұлып шықты да құйрығын түк шаншып ап, құла түзге бет алып, шыбын шіркей боп жөнелді. Тоқтар ертеулі тұрған бір атқа міне сап қуған болып еді. Қайда жирен қасқа мүлде қарасын көрсетпей кетті. Бәсе, шын асау осылай болушы еді. Шіркіннің шапшуын көрдіңдер ме? Атымақ болғалы тұр екен, деді айызы қанып риза болған Байдалы шал. Ал бала, 2 айналымға келмейтін мәстектерді үйретіп мәз болғанша, енді мықты болсаң, осы жирен қасқаны үйретші, деді Тоқтарды қайрай түсіп. Тоқтар жылқыдан қашаған қуатын көкбиені ұстап міне сап, жирен қасқаның соңынан кеткен. Әлден уақытта асауды киіп қайырып оралды. Қашаған қуып, әбден әккі болған көкбие бастырмалатып ақ келеді екен. Жылқыға жете бере, жирен қасқа шабысын сәл баяулатып, көкбие онымен үзеңгілесе берген. Енді байқадық. Жирен қасқа шұбатылған бұғалықтан әйен шектеп, бір қырындап, көсіліп шабалмай келеді екен. Қап, өстіп жүріп, осы жалғыз арқанды құртады-ау, деді Байдалы шал күйзеле сөйлеп. Онан соң Тоқтарға дауыстады. Әй, анау арқаныңды босат. Мұнан әрі қалай болғана тіпті көз ілеспей қалды. Тоқтар шауып келе жатқан бойда лып етіп жирен қасқаның үстіне бірақ ырғып мінді. Мұндай оқыс қимылды күтпеген жирен қасқа ышқына кісінеп жіберді де атқақтай тулап, қарғып кетті. Бірақ Тоқтар оның жалына тастай қатып жабысып, былқ еткен жоқ. Жирен қасқа дүркірей үріккен жылқыдан кейін бұрылып ап, тулаған күйі далаға қарай қайта алып жөнелген. Шұбатылған бұғалық жерді кесіп, шаң көтеріп барады. Ойпырмай, асау жүгенсіз мініп, мына Шымырбайдың баласы жүрек жұтқан екен. Жазым болмаса игі еді. Арқанға аяғы шалынсып, ат жығылмасын десеңші, онда екеуінің де мойны үзіледі, десіп шалдар дүрлігісіп тұр. Тоқтар қақпайлады да, кім білсін, бір кезде жирен қасқа орағыта айналып кейін бұрылды. Бері қарай өрлеу болатын. Тоқтарға керегі де сол болуы керек. Ал кеп қамшыны басты дейсің. Жирен қасқа жұлдыздай аққан күйде кеп, қалың жылқының ортасына қойып кетті де, қақ жарып өте шықты. Бұғалық қайда қалған? Арқан жоқ қой, десті жұрт. Жирен қасқа қатты шабыстан енді іркіліп, жылқыға қарай тағы оқыс бұрыла берген сәтте, Тоқтар ыршып секіріп жерге түсті. Жығылған да, дәнеңе еткен жоқ. 2 аяғымен дік еткен. Бағанада не болар екен деп, демімізді ішімізге тартып тұрған біздер. Дедік. Арқан қайда? Деді Байдалы шал. Әнеу жерде, ши қияқтың тұсында қолымнан түсіріп алғанмын, деді Тоқтар. Пах, шіркін, жирен қасқада атақ екен. Сен де жігітақ екенсің, деді ауылдың ең үлкен ақсақалы 90-ға келген Қуатбей шал сүйсініп.
Мен мұны өзін мігітпе деп жүрсем, жо, жігіт екен, деді байдалы шалда. Әй, Әжібек, анау ерттеулі атқа міне сап барып, арқанды алып келші. Біздің балалардың тоқтарға сүйсінуімізде шек жоқ еді. Көктемге қарай біз балалар сиырдың түлеген өлі жүннен алақанымызға сап домбақтап, бір-бір жүн доп жасап алатынбыз. Бір ауық көше ортасында сол жүн доптарымызбен ойнаушы ек. Неше түрлі ойындарымыз болатын. Қашпалы доп, жұмыртқа, шошқа доп деп. Бірінен бірі қызық боп кете беретін. Сондай бір ойынның кезінде қасымыздан бригадирдің атына мініп алған Әжібек өтті. Бізге таяй бергеннен-ақ қатты тебініп, тізгінді жұлқа тартып, аттың текірек жорғасына салды да, өзі көлеңкесіне қарап қойып, тікіріңдеп әндете жөнелді. Түбіне қособаның жатып алдым. Біреуді мергендікпен атып алдым. Болған соң өзім батыр кімді аяйын? Өлтіріп байдалының атын алдым. Гиккай гигага, гиккай гигагай. Біз болсақ ойынымызды тоқтатып, аузымызды ашып, оған қызыға қарап қалғанбыз. Әжібек анадай жерден аттың басын кілт қайта бұрып, біздің қасымыздан тағы да бір ойқастада әндетіп өтті. Қыз жібектің тұсына кеп, төлегенді өлтіргенін естірткенде, сірә Бекжанда көк жорғамен дәл осылай ойқастатқан шығар дейміз. Әй, Әжібек, деді осы кезде көшенің сонау басындағы үйінің алдында тұрған байдалы шал бүкіл ауылды басына көтере айқайлап. Әкеңнің аузын, басыңды, шақша бас. Әй, мен саған шаппай барып суғар дедім ғой. Желкең үзілгір, қинаматты. Әжібек болса, бет-аузын қисаңдатып, оны мазақтап қойды. Кинәмә әтті, деді тілін шайнай мәңкілдеп. Ой, кәкпәс, өлтіріп кеттім бе десем, түрі тұр ғой әлі. Әрине, байдалы шал алыстан мұның бет-аузын қисаңдатып мазақтағанында, айтқан сөздерінде көріп, естіп тұрған жоқ. Әжібек көлеңкесіне қарап қойып, гиккай гигагай, гиккай гигагай деп еліре әндетіп, атты тағы да езулеп тебіне түскен. Едәуір ұзап барды да, кенет тізгінді тартып, тағы кейін қайрылды. Әй, Қанат, бергелші, деді маған. Мен жүгіріп қасына барғам. Сен неғып жүрсің мұнда? Деді қабағын шытып. Дабай, үйіне қайт, көкеңнен қаралы қағаз кеп, жұрт соны естірткелі үйіңе жиналып отыр. Ал сен болсаң, понимаешь, ойнап жүрсің. Өй, доп қуған дозар. Мұнан әрі не болғаны есімде жоқ. Үйге жүгіріп қалай жеткенім, талып жатқан апамның үстіне қалай құлап түскенім, әйелдердің бетіме су бүріккені, бәрі еміс қана. Құлағымда тек азан-қазан жылап сықтаған дауыстар, ауыл адамдарының оң мен түстей бет әлпеттері бірінен кейін бірі дауыстап келіп жатыр. Кейбіреулері құшақтап жылап, менімен де көріседі. Ондайда өне бойым ұйып, тұншыға бастаймын. Бетіме тағы да біреулер су бүркіді. Түннің бір мезгілінде талықсып ұйықтап кетіппін. Таңертең оянып, басымды көтерсем, үй ішінде ауылдың кемпір шал, қатын қалаштары шәй ішіп отыр екен. Дастархан үстінде әр үйден келген бауырсақ, туралған табанан, қазан жаппа, ірімшік құрт, сүтке шыланған талқан. Көзім әжеме түскен, бет аузынан сау тамтық жоқ, жосадай боп тырналған, көгеріп ісіп, көлкілдеп тұр. Өзі жиі-жиі деп күрсініп қойып, шәй ұрттайды. Дастархан басынан апам көрінбеген, кейіннен байқадым. Мен жатқан кереуеттің түбінде жерде шалқасынан жатыр, көзі жұмулы, тек кеберсіген ернін ғана жыбырлатады. Қасында отырған әйелдердің басыңды көтеріп, ыстық шай ішші дегендеріне үндемейді. Маған ешкім көңіл аударған жоқ. Кереуеттен сырғып түстімде сыртқа шықтым. Сәске кезі боп қалған екен. Күн күндегісіндей жайма шуақ маужырап тұр. Есік алдында 2-3 самауыр қойылыпты. Жер ошақ қазылып, қазан асылып жатыр. Көкемнің бәсіресі атап, көкем соғыстан аман есен қайтқан күні соямыз деген ала қыстай үй ішіміз боп тегіс мәпелеп, басқа малдан ерек күтіп жемдеген, шөптің де тәуірін соның аузына ұстаған көк серкенің терісі қораның іргесінде ілулі тұр. Әрине, қазанда асылып жатқан сол көк серкенің еті. Көрші қолаң әйелдердің бірі шай демдеп, бірі қазанның көбігін алып жатыр. Енді бір-екеуі қол диірменді орталарына алып, қаптың түбінде қалған
соңғы бидайдан ұн тартып отыр. Кәдімгі ауылдағы қаралы қағаз келген Қаралүйдің қалыпты әрекет тіршілігі. Мені сәл таңдандырған отын бұтап жүрген адам болды. Әдетте мұндай шаруаны ең жақын туыс-туғанның атқаруы тиіс. Ал біздің үйдің отынын Тоқтар жарып жүр. Ол бізге ешқандай да жақын туыс-туған емес қой, деп таңданам. Назира әпкемді іздестіргем. Анадай жерде ине ағашпен бұлақтан су әкеле жатыр екен. Өңі сынық, тұнжыраңқы, ешкімге көз салмастан бос тұрған самаурынның біріне әкелген суының бір шелегін құйып от тұтатты. Мен үйдің бұрышында күн шуақта екі тіземді құшақтаған күйі ұзақ отырдым. Үйдің ішінен жылаған дауыс шыққанда селк ете түскем. Әжем екен, жоқтау айта бастаған. Зарлы қоңыр даусы өне бойымды дірілдетіп жіберді. Құлыным кетті-ау бел асып, беліне белбеу жарасып, жарасқаны құрсын-ай, қапыда қалдым адасып. Деген кезде көз алдыма беліне белбеу буынған көкем келді. Сол күйі түсі суық, артынан жылап сықтаған бізге еш қайрылмастан адымдай басып, бел асып кете барды. Дәл бір отынға баратын адамша жай барақат адымдайды. Бірақ енді бізге еш уақыт қайтып оралмайтындай боп кетіп барады. Өзі жападан жалғыз. Қайда барасың? Көке-ау, бізді тастап. Қайда кеттің? Ып-ыстық жас көзіме құлай берді. Көз жасының ып-ыстық болатынын мен сонда бірінші рет сездім. Дауыстап жылап жібере жаздап, өзімді өзім зорға тежеп тістеніп, бетімді екі тіземе бастым. Әлден уақытта біреу басымнан сипады. Қарасам Тоқтар екен. Оның да көзі жасқа толып, иегі дір-дір етіп, тістеніп қасымда отыр екен. Оған қарай еңкейе беріп, бауырына бетімді басқан күйде еңіреп жылап жібердім. Қанат, Қанат, ол басымнан, арқамнан сипап жұбатқысы келеді. Мен онан сайын өкси түсем. Біраз жылаған соң ішіме толған ащы өксік түгел сыртқа шығып, көкірегім босағандай болды. Жылауымды қойып, басымды көтердім. Іштегі жоқтау айтқан әжемнің даусы да басылыпты. Беті қолыңды жу, деді Тоқтар, шәугімнен қолыма су құйып, салқын сумен жуынып, есімді жинап, сергейін дедім. Тоқтар өзі де жуынды. Назира әпкем екеумізге үйден сүлгі алып шығып берді. Өзінің көзі ісініп, қызара жасаурап тұр екен. Мені жылатқысы келмеді-ау деймін. Қабағын шытынып, тез теріс айналып кетті. Сен еркексің ғой, бүйтіп көп жылай берме, деді Тоқтар. Әйтпесе әне, апаң қайта-қайта қысылып қап жатыр. Сенің жылағаныңды көріп, онан әрмен қиналады ғой. Осы кезде есік алдында колхоз бастығы Нұғыман кеп атынан түсіп жатқан. Тоқтар сол кісіні қарсы алуға тұрып кетті. Нұғыман өлікке әсте жылап келмейтін адам. Қаралы үйге ылғи осындай жылау сұқтау басылдау деген кезде келіп, көңіл айтып қана шығатын. Оған жылауға және жылап сықтау, дауыс шыққан жерге баруға да болмайтын. Бір кездері колхоз ұйымдастыру жылдарында оны бай құлақтар өшігіп, тірідей жерге көмген екен. Содан аурулы боп қалған. Ауру екені түрінен де белгілі. Ап-арық, жағы суалған, көзі бажырайып, еш уақытта күлмейді. Қасында тұрған адамға қарағанның өзінде бір түрлі, сонау алысқа қарап, басқа бірдеңені ойлап тұрғандай болады. Соғысқа дейін пенсия алып, ешқандай жұмыс істемейтін, үйінің төңірегіне бау-бақша өсіріп, ермек етіп, тау бөктеріндегі жабайы алмаларды екпе алмамен будандастырам деп әуре болған көрінеді. Ал соғыс басталып, дені сау ер азаматтар тегіс майданға аттанған соң амал жоқ, колхоз бастығы болған. Үйге кірген Нұғыман көп отырмастан қайта шықты. Назира әпкемді шақырып алып, хал жағдайымызды сұрады да бір парақ қағаз жазып берді. Осы қағаз бойынша колхоздан жәрдем ретінде бір қой, 2 пот ұн алыңдар, деді. Тоқтар, қалқам, сен өзің жәрдемдесерсің. Мақұл аға. Атына мініп кетуге ыңғайланған Нұғыман. Назира, шырағым, егер бірдеңе қажет болса, ұялмай өзіме кел, деді тағы да. Сөйтті де атын тебініп жүріп кетті. Бағанадан байқап тұрғам. Маған бастықтың аттан түсісі де, мінген кезі де, ат үстінде отырғаны да бір түрлі қызық көрінді. Онысы несі? Деп сұрағам Тоқтардан. Кеудесіне корсет киеді, деді. Ол не?
Темірден жасаған кеудеше, онысы несі, оқ өтпесін дей ме? Әй, Қанатай, қайбір жетіскеннен киеді дейсің, кеудесі ауру ғой, оның үстіне екі қабырғасы және жоқ, қабырғалары қайда кеткен? Анау жылдары Байқұлақтар жерге тірідей көмгенде екі қабырғасы сынған екен, кейін оны операция жасап алып тастады. Қаралы қағазға қарап отырып, апам көкемнің қырын беретін күнді есептеп шығарған. Соған әзірлене бастадық. Анадағы колхоз берген қойды әжем аннан-мұннан қақыштап, жем тауып байлап, әжептеуір семірткен болатын. Соны сойып, алдағы жұмада құдайы тамақ бермекпіз. Үйде отын жоқ еді. Назира әпкем екеуміз таудан тобылғы шауып әкелуге шықтық. Екеуміз түске дейін жүріп, бір жарып гүлдей бастаған тобылғыдан әрқайсымызға арқалап жүре алатындай етіп, лайықтап, екі арқа тобылғы шауып алдық. Назира әпкем оларды тап түйнақтай ғып буды да төмен қарай домалатып жібердік. Табанға түскен соң өзді-өздігіміздің тобылғымызды арқалай бастағанбыз. Ауыл жақтан қылтадан сопаң етіп Тоқтар шыға келді. Анадайдан сүйінші сұрайтын адамша ыржиып күліп келеді. Екеуіңнің отынды қалай домалатқандарыңды бағанадан көріп тұрдым, деп қояды. Мұның не, Тоқтар-ау, әнеу күні келісіп едік қой, деді Назира әпкем абыржып. Әнеу күні бұл екеуі менің алдымда сөзге ілікпеу үшін күнді жұрт көзінше кездеспейік, бір-бірімізді көрсек, анадайдан бұрылып кетейік, деп келіскен болатын. Оның үстіне соңғы кездері апам бұл екеуінің жиі кездесулеріне наразы еді. Бірде Тоқтарды тоқтатып алып, «Қарағым, мен сені артықсынбасам, кемсінбеймін. Қызымды сенен артық ханның баласына берер деп пең? Тек уақыт болса мынадай, сенің алдыңда әлі әскери міндетің тұр. Соны өтеп, аман сау қайт. Қайтқан күннің ертеңіне үйге кеп қолына жетектеп кетсең, тек демеймін. Ал оған дейін басын қатырып, ұятқа қалдырма». Тоқтар қып-қызыл боп ұялып, «О, не дегеніңіз, тәте? О, не дегеніңіз? Мен ондай емеспін ғой, ондай емеспін», дей берген. Сонан бері екеуі кездессе де, қас қағымдай уақыт қана сөйлесіп, ете сақ жүретін. Енді міне, Тоқтардың артымыздан келісі мынау. Апам байқап қалады ғой, Тоқтар-ау. Назира, маған шақырту келді, ертең жүрем, деді Тоқтар күліп. «Бір жола ма?» «Иә, бір жола. Осы ауылдан ертең таңертең 4 адам аттанамыз. Әкем мен шешем де мені шығарып салуға осында келген. Қазір нағашымдікінде отыр. Жаңа сытылып, әзер шықтым». Тоқтар-ау, сен әлі жас емессің бе?» Назира әпкем өзі арқалайтын тобылғының үстіне теріс қарап отыра кетті. «Құдай-ай, соғысқа баруға сен әлі жассың ғой», деді тағы да. Назира әпкемнің даусы дірілдеп, соншалық аянышты шықты. Тоқтар болса сол күйген күйінде тұр. Біресе маған, біресе Назираға жалтақтап қарай береді. Әлден соң Назира әпкем со теріс қарап отырған қалпында басына тартқан орамалын алып көзін сүртті. «Жарайды, кешкісін уәделі жерге кел, біз Қанат екеуміз күтеміз», деді. Ол тобылғысын арқаламақ болған, бірақ Тоқтар оған көтертпей өз иығына салып алды. Сөйтіп, ауылға кіре беріс көшеге дейін көтеріп барды. «Енді аз қалды ғой, өзіме бер», деді Назира әпкем. Тоқтар тобылғыны жерге қойып, екеуі бір-біріне қарсы қарап тоқтаған. Тоқтар со бұрынғысынша күліп тұр, ал Назира әпкемнің көзі жасаурай береді. Тоқтардың бетінен сипады, онан қолынан ұстады. «Келші кешкісін», деді қайталап. Кешкісін мен Назира әпкемнің ақылымен мал қораланған кезде тік мүйіз сары ешкіні жекелеп бөліп, ауылдың сыртына қарай айдап жібердім. Сөйттім де, апақ-сапақ шақта апама келіп, «Әлгі тік мүйіз сары ешкі жоқ, жалғыз іздеуге қорқам», дедім. «Әне, Назира екеуің іздеп келіңдер. Өзіміздің де тілегеніміз осы еді». Зытып талаға шықтық та, Назира әпкем екеуміз ойлап тапқан қулығымызға мәз боп күлеміз. Қазір Тоқтар келген соң, апамды қалай алдап шыққанымызды оған да айтпақпыз. «Қанатай, сен сонан кейін анау жерге барып тұр, жарай ма? Қорқам ғой». «Қорықпа, неменеден қорқасың? Мә, қолыңа мына таяқты ұстап ал». «Мақұл, тек сендер көп сөйлеспеңдер». «Жо, көп сөйлеспейміз». Біз естіп тықыршып, Тоқтарды күтіп тұрдық. Ымырт қараңғылығы
Ымырт қараңғылығы қоюлана, дала тым-тырыс тынши бастады. Әлде қайдан зарлаған дауыс естіледі. Күндегі осы мезгілдегі әдетінше есігінің алдына шығып алып, әндеткен жынды Бүбітайдың даусы. Тоқтар әлі жоқ. Назира әпкемде төзім қалмады. Неге келмей жатыр енді, дейді маған. Мен қайдан білейін, менің де мазам кетті. Уақыт деген зырлап өтіп жатыр. Қараңғыда біреу бізге қарай жүрген. Біз мұндамыз, дедім қуанып кеткен мен дауыстап. Құдай атсын сен екеуіңді, деді келе жатқан адам. Апам екен. Әй, үйдің іргесінде маңырап жүрген ешкіні айдаладан іздеп, сен екеуіңе сірә бірдеңе көрінген шығар. Жүріңдер қане. Назира әпкем екеуміз апамның алдына түсіп үйге қайттық. Дәл есікке таянғанымызда біреу жүгіре басып, біздің үйдің тұсынан өте берді. Назира әпкемде, мен де танып қалдық, соның өзі. Мен қазір кірем, деп кейіндеп сыртта қала бердім. Әрине, апамның аңдығаны мен емес, сондықтан маған онша көңіл бөлместен Назира әпкемді алдына салып үйге кірді. Мен үйдің сырт жағында тұрған Тоқтарға келдім. Біз сені көп күттік, дедім оны кінәлап. Ақыры міне, соңымыздан апам барып қуып қайтты. Көрдім, бәрін де көрдім. Мен уақытында шыға алмай қалдым. Қанатай, әкем мен шешем екі жақтап жылап, тіпті тырп еткізбеді. Әлгінде ғана екеуін әзер дегенде қойғызып шыққан бетім. Бар, Назира әпкеңді жіберші, ең болмаса 5 минутқа. Апам жібермейді ғой енді. Бірдеңе ғып шықсын да. Мен үйге кіріп, апамның көзін ала бере, Назира әпкеме сыртқа шық деп ымдадым. Бірақ Назира әпкем сыртқа шығудың еш ретін таба алмады. Бір-екі рет шығып кетуге оқталған еді. Апам, жә, отыр, сыртқа шығатын түкте жоқ. Осыдан аяғыңды қия басып көр. Бұған неғып сонша қадала қалдың, деген әжем ара түспек боп. Ене-ай, қажетсіз жерге араласып қайтесіз. Мұны қазір еркіне жіберіп, ертең анау Жақыптың Гүлсарасы құсатып, не қыз емес, не әйел емес дегізейін деп отырсыз ба? Әне, қалды ғой Гүлсара, зареңіреп. Беріктен қара қағаз келді де. Иә десеңші. Деді әжем күрсініп. Төсекке жатқан соңда үлкендер күрсініп, ахлеп үкілеп ұйықтамай қойды. Біз Назира әпкем екеуміз кереуетте жатқанбыз. Шеттегі маған көше жақ терезеден жылтыраған темекінің шоғы көрінді. Мен Назира әпкеме сыбырлап соны айттым. Ол темекі тартпаушы еді ғой, деді Назира әпкем де сыбырлап. Енді әскерге кететін болған соң тартқаны ғой, дедім мен. Сен екеуің жыбырламай ұйықтайсыңдар ма? Әлде менен бірдеңе көргелі жатырсыңдар ма? Деді апам. Біз жым болдық. Мен терезеден көз алмай қарадында жаттым. Темекінің шоғы қозғалады, кейде өше бастайды да, сорған кезде қайта жайнап қоздайды. Ертеңіне таңертең әскерге аттанатындарды шығарып салуға бүкіл ауыл жиналды. Бәрі жылап сықтап, қош айтысып, аман сау барып қайтуларына тілек білдіріп жатыр. Әжем де, апам да осында еді. Тек Назира әпкем ғана ондық-мұндық шаруа істеген боп, өзіміздің үйдің алдында жүр. Бері келуге апамнан батпайды. Қос ат жегілген арба қозғала бастады. Әкесі мен шешесінің құшақтарынан зорға деп босаған Тоқтар жұртпен тез-тез қоштасты да, менің қасыма жүгіріп келді. Мені құшағына қысып, қатты-қатты сүйді де, Назира әпкең айт, мені күтсін, деді. Енді байқадым, көзі жасаурап тұр екен. Қош бол, деді сыбырлап. Осы кезде Назира әпкемде біз жаққа қарап қадалып қалған екен. Тоқтар оған қоштасып қолын бұлғады да, арба соңынан жүгіріп кетті. Жалғасы бар.